Тұрмыстағы зорлық-зомбылықтан зәбір көрген әйелдер саны былтыр 2015 жылмен салыстырғанда 104 есеге көбейген. Әрбір 8-ші отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылық тіркелген. Бұл Қазақстандағы әйелдердің бүгінгі жағдайы. Жапа шеккен нәзік жандыларды қолдау үшін әлеуметтік қорғау орталықтары ашылған. Біздің тілшіміз солардың біріне барып, ондағы қыз-келіншектердің жағдайына куә болып қайтты. Қазір Тараздағы зорлық-зомбылық құрбандарына арналған әлеуметтік көмек көрсету орталығында 30-ға жуық әйел жатыр. Барлығының кем дегенде 2 және одан да көп баласы бар. Күйеуінен зәбір көріп, жақынынан қашып тығылуға мәжбүр болғандар аты жөнімен жүзін жасырып қана әңгімелесуге келседі. Осындай жерлер туралы материал қарап жатып, Нұр Отанның қатысы туралы естіп қалдым. Сол жаққа барып, орталықтың телефон нөмірін біліп осында келдім. Бірнеше рет туыстарыма барып тығылғанмын, бірақ күйеуім бәрібір біліп тауып алды. Қазір жағдайым жақсарып келеді. Орталық құрылған 5 жыл ішінде 622 әйелді қабылдады. Зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы аясында мұнда құзырлы орган өкілдерін шақырып арнайы жиын өткен еді. Олардың сөзінше, отбасындағы зорлық ұлттық менталитетке байланысты сыртқа айтылмайды. Ұзақ жылдар әйелдер үнсіз төзіп келуге мәжбүр. Сондықтан қазір шалғайдағы елді мекендермен жұмыс нығайтылып жатыр. Жақында Шуда осындай дағдарыс орталығы ашылған, енді Қордайда жұмысын бастайды. Облыс аумағында қазір өткен жылы 12 айлық қорытындысы бойынша бізде тұрмыстық қарым-қатынас саласында жалпы 40 қылмыс деректер орын алса, биыл қазір 11 ай бүгінгі қорытындысы бойынша қазір әртүрлі құқық бұзушылықтар үшін 31 қылмыс дерегі жатыр. Мына облысымыздың шалғай учаскелері мен шалғай ауылдарына барып осындай түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Тіпті 60-80 жас аралығындағы балалар мен келіндерінен зәбір көрген кейуаналар да түседі екен. Отбасылық зорлық-зомбылықпен түскен әйелдер мен балалардың бірінші кезекте психологиялық жағдайына назар аударылады. Әсіресе балаларға арнайы көңіл бөлуге тырысады. Ең бірінші бізге келгенде біз психологиялық көмек көрсетеміз. Бізде бұл жерде қазір 2 маман бар психолог, біреу үлкен әйелдермен жұмыс істейді, екіншісі балалар психологы. Ондай кикілжің болған жаңағыдай керіс болған отбасындағы балалардың да психологиясы уже бұзылып келеді бізге. Бірақ мәселе бір жақты ғана қаралмайды. Қыз-келіншектердің рұқсатымен олардың зәбірлеуші туыстарымен, күйеулерімен де психологиялық жұмыс жүргізіледі. Нәтижесінде биыл 81 әйел отбасымен қайта қосылған. Ақсәуле Абытай, Азат Байтемір, 77 News.